Сәлем арна көрермендері, осы қазақша тілді арнаны қолдап, тіркеліп, өздеріңіздің алтын пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қазақстанның бір облысын шет мемлекеттің пайдасына береді деген жалған материал әлеуметтік желіде ескен болатын. Аталған жайтқа қатысты еліміздің бас прокуратурасы ресми түсінік берді деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Анонимді телеграм арналарының бірінде Қазақстанның бір облысын басқа елдің пайдасына иеліктен шығару туралы үндеу қамтылған арандатушылық материал жарияланды. Материалдың авторы анықталды. Ол Қазақстанға келген шетелдіктердің қатарынан болмайды. Қазіргі уақытта алыс шетелдердің бірінде тұрады. Бұл сырттан бағытталған жоспарлы және мақсатты акция. Оның нысаны Қазақстандағы жағдайды тұрақсыздандыру, деді Қазақстан Республикасының прокуратурасының өкілі Серік Әділкенұлы. Сондай-ақ ол желіде жарияланған материалдың мазмұны жалған ақпарат таратып, ұлттық араздықты қоздыру мақсатын көздейтінін айтты. Материалда көрсетілген әрекеттер Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174-ші, 180-ші және 274-ші бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік пен жазаға әкеліп соғады. Аталған сепаратистік шақырулар фактісі бойынша 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейтін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 180-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осыған байланысты азаматтарды арандатушылыққа берілмеуге шақырамыз. Осы секілді материалдар мен үндеулерді жариялап таратушылар қатаң қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын назарға саламыз, дейді ол.